Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын холодестің рецептісін ұсынамын. Алдымен сирақтарымызды жақсылап жуып тазартып аламыз. Оны екі бөлікке бөлдім. Барлығын жақсылап жуып алыңыздар. Содан кейін пісіретін ыдысымызға саламыз. Осындай үлкен ыдысқа салып қайнататын боламын. Қайнау уақыты 4-5 сағат. Оған дейін дәмі керемет күшті болып шығатын болады. Салқын суымызды құйып, суды өте көп құюдың қажеті жоқ, беттестіріп құйсаңыздар жеткілікті. Газымызға қойып, қайнауын күтетін боламыз. Бұл жерде ескеретін жайт, мен бірінші қайнаған суды төгіп тастаймын. Егер сіздер жоқ төкпеймін десеңіздер, бетіндегі көбігін міндетті түрде жақсылап алып тастаңыздар. Мен өзіме төккен ұнайды, себебі жасаған холодесіміздің түсі ашықтау болсын десеңіз, осы бірінші шыққан жаңағы суға қаралтым көбіктері өте көп шығады. Сондықтан мен төгіп алып тастап, екінші рет таза суға құйып қайнататын боламын. Әрине өз қалауларыңызға қарай қайнатсаңыздар болады. Барлығын сүзіп алдым, бір қайнатып. Осы сүйектердің арасынан қара-қара көбіктер шығады. Сорпаның түсін өзгертетін, мінекей байқасаңыздар. Енді осы суды төгемін де таза суға қайтадан сирақтарымызды салып, баяу отта қайнататын боламын. Қайнау уақыты 4-5 сағат, одан жоғары қайнатсаңыздар да болады. Мінекей қайнап бастады, енді газымызды баяу етіп қойып қоятын боламын. Тұзды басында салудың қажеті жоқ, себебі 4-5 сағат қайнайтын болғандықтан тұзы ащы болып қайнаған сайын шығуы мүмкін. Сондықтан 2 сағаттан кейін ғана тұз салатын боламын. Оған дейін тұзсыз баяу отта жаңағы баппен қайнайтын болады. Шыққан көбіктердің барлығын бетінен алып отырамын тазартып. Мінекей 1,5-2 сағат көлемінде қайнап жатыр. Тағы да бетіндегі жиналған көбіктерді алып тастап жатырмын. Көбіктің шыққандай алып отырсаңыздар, холодестің суы, яғни сорпасы өте әдемі болып шығады. Енді тұзымызды осы жерде қоса берсек болады. 1,5-2 сағаттың ішінде қоссаңыздар ештеңе етпейді, одан кейін де қайнайтын болады. 2 ас қасық көлемінде тұз қостым. Әрине өз қалауыңыз бойынша тұзды басым қолданатын жандар көбірек қоссаңыздар, мен үшін 2 ас қасық жеткілікті. Баяу отта қайнатып береміз. Дайын болуға 1 сағат уақыт қалған кезінде осында 2 пиязымызды және 2 сәбізімізді салып, оны да қайнатып аламыз сорпаға дәм беру үшін. Әрі холодестің арасына сәбіздерімізді турап жіберетін боламын. Мінекей сәбізіміз пісті. Оны алып суытып қоямын. Әрі қарайда сирағымыз қайнайтын болады. Баппен қайнатсаңыздар, сіздің холодесіңіздің сорпасы мөлдір таза болып шығады. Осы кезде тұзында байқап көрсеңіздер болады. Егер аз болса, салып жіберіңіздер. Пісуге жарты сағат қалған кезде 2-3 дана лавр жапырағын саламын және қара бұрыштың домалақ түрін салып, сорпамызға дәм беру үшін осындай дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Әрине бұл өз қалауыңыз бойынша. Байқасаңыздар өте жұмсақ болып пісіп жатыр. Толықтай 5 сағат қайнаттым. Баяу отта бүлкілдетіп, ендігі
сорпамыздан сирақтарымызды сүзіп аламыз. Байқас болыңдар, өте ыстық, күйіп қалып жүрмеңіздер. 2 сәбізімізді және 3-4 тіше сарымсақ пайдаландым. Қазір барлығын қосып турайтын боламын. Алдымен сәбізімізді ұсақтап турап аламыз. Немесе теркадан өткізсеңіздер де, блендермен естеңіздер де болады. Әркімнің өз қалауы. Маған осы тураған ұнайды, сондықтан турап жатырмын. Сәбіздеріміздің барлығын турап болғаннан кейін үлкен холодесімізді құятын ыдысымызға жайып шығатын боламыз сәбіздерімізді. Көріп тұрғандарыңыздай. Ендігі кезекте сирақтарымыздың жақсылап ұсақтап, уақтап турайтын боламыз. Егер мясорубкадан, яғни ет тартқыштан өткізем десеңіздер де өз қалауыңыз, блендермен еземін десеңіз де әрине өзіңіз білесіздер. Маған бірақ осы өзіме туралған ұнайды. Өте жұмсақ. Оның үстінен бірнеше рет тағы да кесіп шығатын боламын. Сөйтіп барлығын ыдысымызға жайғастырамыз. Барлығын турап болдым. Енді үстіне сарымсағымызды осындай кішкентай үккіштен өткізіп араластырып аламыз. Толықтай бір-бірімен араластыру үшін жақсылап қасығыңызбен осылай араластырып алсаңыздар болады. 2 бөлікке бөліп, үстіне қазір сорпасын құятын боламын. Сорпасында міндетті түрде сүзгіден өтіп құйыңыздар. Кішкентай сүйектері болуы мүмкін, немесе артық жаңағы пияздың нелері кетіп қалмау үшін осындай сүзгіден өткізіп, сорпамызды құйып, араластырып жіберіңіздер. Майлы болуын қаласаңыздар, бетіндегі майын да құйсаңыздар болады. Мінекей, енді салқындағанын күтеміз. Мінекей, холодесіміз дайын. Енді әдемілеп дастарханға кесіп ұсынсаңыздар болады. Өте пайдалы, әрі құрамында кальцийге бай, жаңағы тойымды тағам ретінде пайдалансаңыздар да болады, немесе тағаммен бірге тұтынсаңыздар да өте тойымды. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Достар, егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Осындай әдемі болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.